Dostlar, sizden özü bari kızğanасы. Şimdi dostlar, biz бүгінгі videoda atamыздың шипажайына бармақшымыз. Ендеше барған кезде сіздерге таныстыратын боламын. Ал ендеше кеттік достар. Достар, біз атамызды қатты сағындық, себебі біз ол кісіні қатты жақсы көреміз. Өте жақсы адам. Ал сіздер аталарыңызды жақсы көресіздер ме достар? Комментарийге жазып кетіңіздер. Қарымыз ашып, сам салып алдық. Енді бір жерге отыратын уақыт жоқ, сол үшін бір жерге тоқтап, осы самсаны алып алдық. Достар, қараңыздар, қандай күшті. Достар, достар, мына жақ күшті. Табиғат, таза көл жатыр мына жақта. Көл ағып жатыр. Достар, мына жер өте әдемі. Достар, қараңыздар. Бізге осы жақтың табиғаты прям күшті ұнады, прям әдемі екен. Мама? Санаторий ғой сол үшін. Прям көл ағып жатыр. И табиғаттағы таулар прям өте сөзбен жеткізу қиын, прям өздеріңіз көрсеңіздер болады. Демалысқа адамдар, иә? Тыныштық прям. Достар, біз атамызға қуанып бара жатсақ, атамыз екінші лифтпен жерге түскізіпті. Ал келдік дегенде естіген. Енді атамызға бара жатып, заттарды қойып. Сол ощущение прям күшті. Атаны қатты сағындық. Мати крокодил жүр. Достарына аяқта крокодил. Ана агенің крокодил кеп шана отыр, қимылда отыр. Ол жылан. Жылан емес. Ана крокодил. Достар, мынау жылан ғой. Жылан емес, ол көрдің ғой, аяқтары ғой. Жылан емес. Достар, мен осындай погодада, осындай прям осындай күшті табиғатта, атмосферада бір шамачикті түсіріп алдым. Анады. Достар, біз жаңағы шипажайдан кейін қатты шаршап, қарнымыз ашып, осы кафеге келдік атамызбен бірге. Мінекей, ата, сәлем деп қойыңыз. Мінекей, Қасым, Амина және де әкем. Және анам. Сол достар.